Доброго времени суток, уважаемые зрители! Сегодня мы собрались в такой студии в прямом эфире при проекте Астана Онлайн. Проект Астана Онлайн направлен на формирование диалога между местными исполнительными органами и гражданским сектором. Как вы знаете, в своем одном из первых посланий президент Касым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сказал о слышащем государстве, вот поэтому таким проектом место быть. И сегодня одна из интереснейших тема довольно такая, держит руку на пульсе у нас среди гражданского общества. И мы сегодня обозначили ее так: осознанный гражданин. Как защитить себя и своих детей от преступлений и обмана. Ну и чтобы наш диалог прошел в экспертном ключе, мы позвали сегодня все четыре стороны. Это представители и государственных служащих, и общественные деятели, и представители Мажилиса. Представлю спикеров. Абенов Мурат Абдуламитович, депутат Мажилиса Республики Казахстан, член Общественного совета Министерства внутренних дел. Большое спасибо вам за поддержку данного проекта, что вы часто участвуете на наших мероприятиях. Также сегодня мы пригласили представителей МВД. Амирханов Бахаджан Кадирбекович, начальник управления комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел. Благодарю, что пришли. Представители общественных объединений: Альмажанова Гульзат Каналханқызы, председатель общественного объединения Жасыл Желкен, сегодня со стороны общественности будет представлять наше мероприятие. А также со стороны юристов Сыздыков Рауан Батырбекұлы, адвокат коллегии адвокатов города Астаны. Благодарю за то, что приняли приглашение на наше сегодняшнее мероприятие. Сегодня мы вещаем так с 4 сторон. Также у нас помимо онлайн наших зрителей есть и офлайн. Здесь представители молодежи, представители взрослого поколения. И с вами я, модератор Арман Махсутова, также занимаюсь общественной деятельностью. Да, в действительности тема наиболее острая. Касается наших детей, касается молодежи. Я думаю, самое лучшее для начала я бы хотел предоставить слово Абенов Мурат вам. Вы являетесь членом Общественного совета МВД, вы и со стороны государства, и со стороны общественности руку на пульсе держите. Пожалуйста, вам слово. Құрметті қатысушылар, енді өте жастар тәрбиелесі, жастардың арасындағы қылмысты болдырмау профилактикасы бұл өте маңызды мәселе. Мен айтып отырмын, бірінші кезекте педагогтың, қай кезде осында қаламын. Саясат деген келесің, кетесің саясаттан, бірақ ең негізінен біз ата-анамыз, әже-атамыз. Сол себептен бұл мәселеге өте бір ерекше қараймын. Екінші, мен осы парламенттің жұмыстан басқа үлкен жастармен бір шараларды ұйымдастырып жүрмін. Енді осы жеке жобам бар, сектор деген. Көп талай жастарды, жұмыссыз жүрген, оқусыз жүрген жастарды оңтүстіктен солтүстікке көшіріп 48 мыңдай балаға қазір жақсы оқу, жақсы мамандық, жақсы жерге жұмысқа тұру мәселесін шештік. Және сол арқылы жастардың іштегі мәселесін көп білемін. Әрине бұл мәселені шешу үшін бір жағы заң керек, президенттің айтқандай, екінші сол заңды орындауды тәртіп керек. Ол екі мәселе екеуге ортақ. Сол себептен бүгінгі осындай шара болады деп мен шақырғасын, мен келіп отырмын. Және кез келген мәселені ашықтауға дайынмын. Әр нәрсеге пікіріміз бар. Бұл жаңағы осы жерде талай дискуссиялар өтті. Біз енді бар жоқ деп айта аламыз. Жұрттың көңіліне ұнау үшін сенікі де дұрыс, нарыға барып сенікі де дұрыс деп айта қоймаймыз, өтірік уәде бермейміз. Осы жерде бір әртүрлі кеше онлайн кредит бойынша болды, өткенде жаңағы құрылыс туралы болды, денсаулық туралы болды. Әртүрлі пікірлер айтады. Қанша айтқанмен де ол жерде іске асырылатын нәрселер бар, іске асырылмайтын нәрсе бар. Әр нәрсенің таяқтың екі ұшы бар. Біз парламентте отырғасын жан жақты қараймыз. Мысалы өткенде осы жерде отырғанда құрылысшылар өзінікін айтады, тұтынушылар басқаны айтады. Кстати, қазір тұтынушылар туралы заң қарап жатырмыз. Сол жерде бизнес шулап жүр, біз қатаң тексеретін болдық. Тексереміз қатар, себебі тұтынушылардың құқығы орындалу керек. Сол себептен кез келген ашық әңгімеге
қатысқым келеді, және біз осы жерде негізінен қажетті ақпаратты аламыз. Енді осы парламентке келмей тұрып көптеген тәжірибе жинадық, жан-жақты. Енді мемлекеттік органда жұмыс істедім, вице-министр болдым, 3 рет парламент депутаты болдым, өңірде жұмыс істедім, мектеп мұғалімнен бастап қоғамдық ұйымдарды басқардым, жаңағы бөксер сияқты активный МПО болдым, журналист болдым, 3 жыл телевидение хабар жүргіздім, өзім блогым болды, подкаст жүргіздім. Сол себептен қай рөл болса да микрофонды да ешкімге бермеймін, дауыс көтеріп айтудан да ешкімнен қалып қоймаймын. Бірақ негізінен мен мақсатым осы жұрттың айтқан ойын дұрыс заң негізінде енгізу барлығына. Ертең мен айтам ғой, кеше бір мәселе көтердім, соны айтады: неге депутаттық сауалды жолдамайсыз? Қайтем уже депутаттық сауалды? Мен заңды қалай өзгертетінін білемін. Ана жерге барып хат алмасып отқанша мен мына жерде заңға норма беремін, соны өзгертемін, болды. Ол жаңағы шулатып басқа қылудың уже ол уақыттан біз кетіп қалдық. Сол себептен әрине айтылған мәселелерді қараймыз, пікір туындатамыз, өзіміздің пікіріміз қалыптастырамыз, дискуссияға түсуге де дайынбыз. Сосын тағы бір мәселе, Арман, мен анау министрліктің қоғамдық кеңесіне 3 жыл болдым, 3 жыл ғой мерзім, сосын мен шығып кеттім. Басқа министрлікке кірейін деп жатырмын. Мемлекеттік агенттік, жаңағы коррупцияға қатысты күрес, сол бағыттағы министрліктермен ұсыныс түсіп жатыр, экология министрлігінен түсіп жатыр. Бірақ жалпы бізге енді қоғам кеңесте болу мақсат емес қой, парламентте онсыз да бізге мінбе де жетеді. Айтамыз десек сөзімізде де, парламентке бармасақ та біз сөзімізді жеткізе аламыз. Сол себептен құрметті бүгін қатысушылар, әсіресе осы жастар келгеніне қуанып отырмын. Жастар өткенде мен алдыма бір үлкен мәселе көтерді. Бүгін келіп отқан жастардың арасында бар. Осы Олжас сендердің университеттеріне өткенде барым айтып жатыр: Мұрат аға, сіздер осы қылмыс туралы көп айтасыздар, бірақ қылмыс жасалады, бірақ оған полиция немқұрайлы қарайды. Міне 2 жыл бұрын айтылды маған: мына қыз алып қашу туралы қанша сіздер заң бар дейсіз, бірақ қанша қыздарды қинап алып, күштеп алып кетіп жатыр, жылатып тұрып. Ол кейбіреу зорлықпен аяқталады, бірақ ол қыздар қорқады, ұялады, бірақ айтқанмен де полиция шешіп отқан жоқ. Мен оны келдім, нормаларын бәрін көтердім. Сосын қыздар маған айтқаны: бірақ өкінішке орай, дәл соны біз айтқан кезде сол алып қашатын жақтаушылар да пайда болды. Телевидениедан өлең айтқызады. Айтады: қайтеді екен алып қашса? Кейбір әйел адамдарды айтады: соттамаңдар обалдарды, мен де алып қашқан, жүрміз ғой аман есен деп айтатындар да бар. Қыздар айтады: біз ол заманнан кеттік қой, біз не енді біреудің айтқанын істеуіміз керек? Бізде арманымыз бар, бізде мақсатымыз бар. Бір қызбен сөйлесемайтын момындау жігіт, жағдай жоқ, оқымаған, жұмыс істемейтін біреу біз алып қашқанға біз көнбейміз оған. Неге біз мемлекет қолдамайды? Соны мен министрлікке бердім, қолдау таппағасын прокуратураға бердім. Президентке ұсыныс жасадым, президент құрылтайда айтты: болды, тоқтатыңдар, заң қабылдау керек. Сөйтіп бізге қолдау таптық. Мен қыздарға айттым: мен 10 жыл көтерген мәселем, оны блогер ретінде де көтердім. Қайта-қайта осы жылда 24 статья шығарған екенмін. Қыз алып қашуға қатысты, ол да жастарға қатысты ғой. Әсіресе Атыраудағы жас қыз көшеде кетіп баратып, қасақана 3 жігіт қолын бұрап тұрып, машинеге мінгізіп, танымайды олар. Мұнайлы ауданын алып баратқан жерде машинеден секіріп түседі қыз. Аналар ұрады, соғады, жарақат алады қыз. Полицияға барады, жауып тастайды. Полиция одан босатып тастайды. Сосын біз көрдік: мынау заңда проблема бар екен. Заңда былай жазылған екен: егер алып қашқан болса, похищение человека деген статья, бірақ статья бар екен, алып қашу деген алып тастаған кезінде. Сонда похищение болса, қанша ұстай, бірақ жіберсең бір күні, бір апта ұста, 10 күн ұста, қорқыт, қина, ұрсоқ, үгітте, жаңағы масқараңды шығарамыз, атын шығарамыз деп айт. Бірақ көнбесе жіберсең, сен сотталмайсың. Сонымен 213 арыз түскен 3 жылда 10-ақ сотқа дейін барған. Оның ішіне 5-еуін шығарып жүрген. Сонда 5 ағаным, сонда ол қанша проблема жинақталды. Мен өткенде уәде бердім қыздарға: мен бұл заңды орнына келтіремін. Биыл келді, мен қыздарға айтып отырмын: 10 жылға дейін соттаймыз. Бірінші деңгейде штраф, қоғамдық жұмыс 2000 сағат. Екінші деңгейде егер қыз кәмелетке толмаған,
немесе топтасып, немесе қинап күш көрсеткен болса 3 жылдан 5 жылға дейін сотталады. Оған да шықты ата-аналар, біздің балдарға обал болды, ұрлама. Нең бар сен біреудің тағдырына қолын соғып? Қылмыскер ол. Ол зорлық. Қыз сосын өмір бойы жігіттерге қараймай жүреді. Ал енді егер зақым келетін болса, денсаулығына 10 жылға дейін дедік. Міне оған да қарсы болатындар болды, бірақ міне енгіздік. Екінші мен берген ұсынысым, міне ол да өткенде осы жастар айтып отыр. Бізге ер адамдар әртүрлі сообщениялар жазады бізге, міне әсіресе оқушы қыздарға әртүрлі сурет жібереді, басқа қылады, әлеуметтік желі арқылы өте көп үлкен проблема. Онда заңға кіргіздік қазір. Міне алдағы уақытта егер де осындай жағдай болатын болса, қылмыстық іс қозғалады. Енді ертең осындай, потому что педофилияның алдыңғы жағы сол. Қыздарға жазады, шығарады, кездеседі. Болды, жазу келді ме, сотталасың, болды. Ата-анаң көрді ме, барып полицияға барып, әлі бұл статьяны көбісі біле қоймайды. Дроперлық бойынша жақында біз шара қолдауға осыны ұсындық. Кеше сталкинг деген бар, адам артынан аңдып, қыздар да біледі оны. Біреулер аңдып, хат жазып, сен де кездесейік деп жазып, артында көшеде жүреді. Ол қылмыстың басы ғана. Дәл сол жаңағы сондай ауру адамдар бар. Аңдып жүр, қоймай жаңағы аңдып бір күн зорлап кетеді. Көп қылмыстар содан басталады. Бірақ полицияға барса айтады, не істеймін, мен әлі зорлаған жоқ қой, зорлағасын келесің дейді. Өлтіргесін келесін деген сияқты ғой. Суға батып кетсең, үйге келме деген сияқты. Біз оны қазір сталкинг деп кіргіздік. Шетелдің не қылдық? Бөлініп кетті. Мен бөлмей ақ оны, сосын бөлесіз. Қазір сталкинг бұл қылмыс. Себебі қыз сезеді, фактісі жоқ. Полицияға барады, айтады, саған не істеген, ештеме істеген жоқ. Біз айттық қазір. Күнде аңдып жүрсе, болды, полицияға бер. Полиция қарамауға құқы жоқ. Енді полиция үндемей қоя салса, біз полиция үстіне айтамыз, шара қолдандар, полиция шара қолдан. Осындай мәселелер бар. Сол себептен талқылаудан жақсы идея шығады. Осы идеялардың бәрі осы жастардың бізге айтуымен шешілген нәрсе. Осы бүгінгі әңгімеміз ашық болсын деген келеді. Бір мәселе, мен бүгін аэропорт самолетім бар, бірақ 1,5 сағат отырамын, бірге боламын. Спасибо, Мурат Абдулмумитович. В действительности, я вот помню, когда в начале еще созыва мы с вами, я получил поручение сфотографировать все вот эти рекламу незаконную, которая в дальнейшем идет в Телеграм. Вы еще тогда были при общественном совете Министерства внутренних дел. И часто слежу за вашим Фейсбуком. Вот это украсть жену, это все уже... Ну, я не знаю, как можно делать, что это казахские наши традиции, когда это против девушки, против ее воли, против ее родителей. Спасибо, что поднимаете такие довольно сложные темы. С вашего позволения, я бы хотел второе слово предоставить... Так, сейчас, секундочку. Альмажанова Гульзат, вам. Потому что вы являетесь инициатором этого мероприятия, и я вижу вот прям, что у вас есть сказать, что, пожалуйста. Үлкен рахмет. Барлықтарыңызды, бүгінгі уақыттарыңызды, қазіргі кездегі ең қымбат нәрсе ол уақыт. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғыс. Біз АФМ-нен де шақырған едік, себебі бұл жерде көп өте түйткіл сұрақтар ғой. Ал депутатымызға өзім және өзіміздің тұрып жатқан үй тұрғындарына, жаңадан сатып алатын, үй алатын Астана, басқа қалалардың тұрғындарынан алғыс айтқым келеді. Себебі бұл үйдің сапасын шынымен де 2 жылға дейін қарайды, 2 жылдан кейін үйін құлақ қалама, басқа қылама, бұлар қалай да созып, жаңа осиға өзінің адамдарын қалдырып кетеді, соныменен әйтеуір үйтіп-бүйтіп 2 жыл өтіп кетеді. Енді өте керемет сұрақты көтердіңіз, бірақ құрылысшылармен де сөйлессең, онда енді өздеріңіз жаңағы зәбір шегесіздер, себебі құрылыс материалдардың бәрі қымбаттап жатыр. Яғни үйдің шаршы метрі 650-700 мыңнан кем болмайды. Жарайды деді, мен кем болмасын, бірақ сапалы үйде тұрғымыз келеді. Шынына келгенде мен көршімнің не туралы сөйлеп жатқанын мен естіп отырамын. Үйдің сапасының сондай түсіп кеткендігі. Мен бір мысал келтірейін. Кеше осыны талқылап жатырмыз ғой. Соны біз айтып жатырмыз депутат Базарбекпен. Таулы жерде, жаңағы сиыр сілкінетін жерде, шетінде тұрған жарда салуға болмайды дейміз ғой. Ал одан төмен, бірақ сейсмопасының соңында салатын болсақ, оны сейсмопасын екенін біліп,
талабын күшейтейік, жаңағы бетонын көбірек салып, темірін көбірек салып, сонда бір құрылысшы айтады, онда емсе қымбат болады ғой. Ол сен бюджеттен сұраңдар, ол қымбаттап кетеді. Сонда мен таң қалдым, сонда әңгімеңіз қандай сонда? Мен түсінбедім. Сіздерді құрылысшы деп құрметтеп отырсақ, сендерге алдысында мектептен астында қалған бала өле берсін ба не? Ақша ма маңызды? Осыдан мемлекет ақша бөлмей қойсын соған. Әңгімелерім жоқ, онда қымбаттайды. Біз жұмыссыз қаламыз. Айналайын, сен баю үшін жасап отқан жоқпыз. Мен сізбен толық қосыламын. Бұл жерде бір бизнестің жағдайын қарауға болмайды. Өте дұрыс. Жаңа айтып кеткендегіңіздей, жаңағы мектептің жаңағы құлаған кезде бала өлімі, иә? Бізде мемлекетте қай жерде болсын, ең құнды ол адамның өмірі. Мемлекеттің де болашағы қазір біз бармыз, бағана дұрыс айттыңыз. Біреуміз саясатта жүруіміз мүмкін, біреуміз бизнесте жүруіміз мүмкін, бірақ бұл өмір өте тез өтіп кететін өмір. Енді біз арғы бергі кезеңді көріп қалған адамдармыз. Қазіргі мына өсіп келе жатқан жастарға шынымды айтса қатты алаңдаймын. Себебі бүгінгі не себепте мен осы тақырыпты қозғадым және неге мен бұл туралы әкімшілікке шықтым? Себебі дабыл қағып жатсақ та үніміз алыс жақтарға жетпей жатыр. Барлығы тек қана осы үлкен қалаларда сондай айтылып жатады. Содан кейін көп жағдайларда ресми тілді қарапайым халыққа жеткізу өте қиын. Ол неден? Мен осы ата-аналар, біздің қоғамдық бірлестіктің мүшелері, сол кісілердің қаққан дабылының арқасында президентке жетіп, президент осы шараның, мысалға, жазаның өте қаталдығын өзінің аузынан шыққаннан кейін барып, президенттің аузынан шыққаннан кейін барып, дифференциацияға жеткізілді. Бірақ енді ол тоқтады ма? Қылмыс тоқтамай жатыр. Қалай жасады, солай жасап жатыр, тіпті көбейіп кеткен сияқты. Себебі күні кеше бізге бір кейс келді. 17 жастағы бала. 17 жастағы бала бұл алтын белгіге мектепті бітірген, Астана қаласына арман қуып келеді ғой бұл жерге балалар. Себебі президентіміздің айтатындай өте қымбат өмір, керемет, бұл көрсетеді ғой, әркім социальный сеттерде солай көрсетеді. Соның нәтижесінде жаңағы енді Астанаға барам, мен де солай болғым келеді дегендей арман қуып келген бала, осы жерге 17 жастағы бала. Дәл қазір ол жаңағы жұмыс іздейді өзіне, жақсы тамақтанғысы келеді, жақсы өмір сүргісі келеді, жақсы телефон ұстағысы келеді дегендей. Ата-анасы ауылды жерде тұрғаннан кейін олар оған тек қана қалай айтқан, жақсы тамақтан, тәртіпті бол, сабағыңды жақсы оқы, алтын белгімен келді, түсті, мына жаққа грантқа. Қараса жұмыс істегісі келеді ғой бұл. Солай телеграмға кіреді, содан ары қарай жаңағы закладчик. Міне дәл қазір ол баланың енді тағдыры қыл үстінде. Қыл үстінде болғанда енді оны міндетті түрде соттайды. Соттағаннан кейін 17 жастағы балаға жоқ дегенде 7 жыл береді. Жоқ дегенде 7 жыл, 7 жылдан кейін ол баланың болашағы бұлыңғыр. Себебі ол жақта, мысалға, маған тағы да қозғаған мәселе, қоғамдық бірлестіктің мүшелері Семей қаласынан хабарласты. Колониядағы бір бала қайтыс болды ғой осы жақында, иә. Ол жақтағы өмір деп айта алмаймыз ғой. Осы жастардың келешекте болашағы қандай болады? Оны көтерген парламент депутаттары Пономарев көтерді, тағы да. Бұл 10-15 жылда біз қандай ұрпақ аламыз? Біз мына жақта керемет айтайық, керемет сөйлейік, барлығын осылай статистиканы сатылдатып тұрып қазір айтып береді мына кісі барлығы керемет. Біз осы кісілерге есік қағамыз, есікті жауып тастайды бізге. Біз айтамыз, бірігіп жұмыс жасайықшы. Осы профилактика жөнінде неге жаңағы ауылдағы адам келді, әкесі мен шешесі жылап, кеше менде офиста отыр. Офиста отыр, иә? Ол кісілерге айтамыз, сіздер білген жоқ па едіңіздер? Олар айтады, міне біз білген жоқпыз. Баласы да білмейді, 17 жаста. Оған кәдімгідей қылмыскер ретінде осындай жаза, ол қазір 7 жыл, алдында бұл 10 жыл болған. Рахмет. Гульзат Каналханқызы, в действительности, да, это вот такой кейс. Закон есть закон. Все-таки у нас и представители Мажилиса работают над законом. И вот сегодня у нас есть в качестве спикера представитель Министерства внутренних дел Бақытжан Кадырбекович. Вот хотел вам слово передать. Да. Сұрақ және өте
өзекті, және біз ана үлкендерді тыңдап сөз бөлмей тәрбие алған адам болған соң үндемей отыр. Айтқым келді жаңа біраз сөз, бірақ айтқан жоқпын. Өйткені енді дегенмен міне бүгінгі құрметті қатысушылар, жаңа Мұрат ағамыз көтеріп отырған мәселелер де өте орынды. Жаңа бір жағынан айтып кетейін дегенім, мысалы айтып жатыр ғой, енді жаңа енді полицияны келекетіп былай айтатындар да ол дұрыс емес негізі, енді жалпы айтатын да. Өйткені мысалы адам бізде осы қоғамның мүшесіміз, бала шағамыз бар, мен де 3 бала тәрбиелеп отырмын, бізге де балалардың тағдыры бәрібір емес. Мысалы ол айтып жатыр, бүйтпеді. Ол жаңағы ол полицияның жібере салғанынан емес, бұл жерде заңдағы пробел, заңдағы кейбір заңдарды аяғына дейін істемеген, мысалы жаңа қыз ұрлау фактілері болса да басқа да. Енді ол заңның шеңберінде жалғыз полиция шешім қабылдамайды. Мысалы полицияның қызметін ары қарай прокуратура органдарының қызметкерлері заңды қадағалайды да, олар айтады, сен неге заңсыз ұстап отырсың? Сондықтан ол заңдағы пробелдер. Мысалы халықтың көзінше олар айтқанда да, мысалы енді қасқырдың аузы жесе даған, жемесе даған деп қиналғанда дәрігер полицияны жамандап, қиналғанда елдің бәрі соларға келді. Ондай емес. Бұл жерде нақты айту керек, ол полиция қызметкерлері емес. Амал жоқ. Жаңағыдай заңдағы да бір пробел, ол сізге де айтып жатқан жоқпын. Жалпы қоғамда жоқ, сіз мені қыз алып қашу туралы мені өзіңіз айттыңыз, мен айтпайтын едім. Енді министрліктің атынан келді. Министр Саденов келді бізге. Мен сізге әдейі мысал келтірейін, сіз өзіңіз қозғап отырсыз. Министр Саденов келді декабрьде 23 жылы. Мен айттым, қыз алып қашып отыр, неге қарап отырсыздар? Давайте ма заңды өзгертейік. Жоқ, болмайды. Неге болмайды? Бізде похищение бар, 25 статья. Бәрін босатып жатсыздар ғой сіздер. Ана примечанияны алып тастайық. Жоқ, болмайды енді. Осы тұра берсін, бізге керек заң. Міне министрдің айтып отқаны. Мен сонда қалай сізде қыз ұл жоқ па? Неге сонда айтады, енді біздің дәстүріміз бар. Қандай дәстүр ол? Жоқ бізде ондай дәстүр. Министр айтып отыр. Мен сізге айтайын. Айтып барыңыз, мен қазір мен прямой эфирге шығарып отырмын. Міне полковник решил меня жаңағы дұрыс емес, біз қолымызда. Жоқ, жалпы емес, мен нақты айтып отырмын. Сіз өзіңіз жаңа шолқанып, мен ответ беремін деп отырсыз. Сол себептен мен айтсам нақтылап айтып отырмын. Министр осылай айттым, сосын президент айтқаннан кейін ғана министр өзгерді. Мен де видео шығарып берейін сізге. Мен министрге айтқаным, айтмай, сізде ұлғыш жоқ па не? Не айтып отырсыз деп. Сол себептен жаңағы бір жаңағы саланы қорғап шығамын осы жерде. Полицияның бәріне сөз тигізбеймін деген емес. Ашық әңгіме ғой. Ол министр солай айтқаны рас. Амал жоқ, мен президентке жазғаным рас. Прокуратурада, министрлікте бізді қолдамады. Мен қанша уақыт көтердім осы мәселені. Так что сіз жаңағы түрте бермей отырыңыз. Жақсы, ол мәселе дұрыс, ол айтқаныңыз ол ашықты ашық дұрыс, ашық айту керек барлығында. Ашық алаң болған соң кімді жіберетін қарап отыру керек қой, міне өз кемшілігі. Че, Саденовты ақтауға келдіңіз ба министрді? Жоқ, мен бүгінгі тақырып бойынша келдім. Енді жаңағы жалпы полиция бойынша айтқан соң айтып жатырмын. Ана заңдағы депутаттарды айтқан жоқпын, заңдағы кейбір түзетулер керек болғандықтан, сондықтан әлгі мысалы полиция істемей қалды емес, заң мысалы мүмкіншілік бермегендіктен кейде ол қамалмай қалады. Сондықтан сол мәселені айттым, мен депутатқа басқа біреуге тіл тигізген жоқпын. Мен айтқаным жалпы жаңа көтеріп отырған әңгімеде, мысалы жаңа жерде кісілер күліп жатыр да айтқанда. Сол кезде мен бәрін айтамын, бұл мен бәрі заң шеңберін айтамын. Просто жаңағыдай елдер ойлап қалды, полиция жібере салды. Мүмкін заңдарда кейбір нәрселер толықтыру керек. Сондықтан айттым. Енді бүгінгі тақырыпқа келетін болсақ, тақырыптан кетпей нағыз бүгін жаңағы сіз айтып отырсыз, есірткі бойынша тақырыпты айтып отырсыз. 17 жастағы жаңа бір қыз айтып отырсыз, 17 жаста ұл бала болсын, қыз бала болсын, міне бүгінгі таңда 61 бала кәмелетке толмағандар осындай жаңағы есірткі саудасына түскендер бар. Тізімі бәрі, жаңа сіз айтып отырсыз, статистика бәрі. Мәселе статистика емес. Әрине мемлекет болған соң жаңағы арнайы іс-шаралар жүргізіп жатырмыз, профилактикалық жұмыс жүріп жатыр. Біз ол бәрін ақталып, керемет бәрін қатырып жатырмыз деген сөз емес. Жалғыз біздің қолымыздан, полицияның қолынан келмейді. Енді сіздер көмекке, біз көмекке келсек, сіздер міне, мен сізді қазір көрдім ғой, иә? Жоқ, енді рұқсат болғанда біз сіздің айтатыныңызды жақсы білеміз ғой. Сіз қазір жаңағы депутат мүлдем айтқызған жоқсыз. Мен сөзімді бөлмедім. Кезекпен біріңіз әдеп сақтайық. Мысалы мен айтып отырған ешкімді жамандап, ешкімді мақтайын деп отырған жоқ. Мен мына халықтың алдында отырған соң біздің атқарып жатқан жұмысымызды ақтақ қараны білсін деп айтып отырмын. Мысалы айтатын болсақ, жыл басынан бері 16 мыңнан астам әртүрлі профилактикалық іс-шарада жүргізіп жатырмыз. Бұл жерде жалғыз полицияның мойны емес, ата-аналарды, мысалы қазір мына закладчиктар дейміз ғой, сбыт жаңа балалар сататын болса, олардың ата-аналарына да жауапкершілікті көбейту керек. Мысалы 127-ші бап бойынша әкімшілік, оны месячный расчет показатель дейміз, айлық көрсеткіш.
оның баласы қылмыс жасап жатыр ма, жасамай жатыр ма, мысалы ата-ана соны мысалы кейін әр қылмыстың артынан кейін мысалы жақында ғана Атырауда бір не болды, қыз туралы деп жаңа айтайын деп отырған ойыма сол келді. Оны 11 сыныптың оқушысы ата-анасы білмейді. Кейде бір ойлайсың, бір нашар отбасы шығар деп. Тексере келсек, лекцияда 2 рет біздің қызметкерлер болған лекцияда қатысқан. Ата-аналары 5 баласы бар екен, ата-аналарды жақсы қызметте менімен қатарлас екен. Ана қыз 2009, менің қызымен жас екен. Мен ана бірден звондап, не болды, қалай болды десем, ол өзіне телефон алуға іздеген. Мысалы, елдерге былай айтады, бара қалыпты, оны бірден закладчик қыла сапты, содан кейін полиция қамай сапты деп. Ол мәселе олай емес ол жерде. Мен айтайын дегенім, ол жерде мысалы закладчик болып кіру үшін де олар телефонға қазіргі кезде оларды беталды ақша төлемейді. Егер ол өзінің ақшасымен кіреді, мысалы сатуға, болмаса ол ұялы телефонға беріп өзінің адресін, удостоверениесін, данныйларын береді. Сөйтіп қана оны жұмысқа алады, оны закладчик жасағандар. Мысалы деймін да, олар мысалы жыл басынан бері біз 1 тонна 140 килограмм синтетика тәркіледік. Ол 3,5 миллион доза. Былтыр жылмен салыстырғанда 419 килограмм. Мәселе статистиканы айтып бір аузымды көпіртіп, сіздерге басқаша бір тек жұмыс істеп жатырмын, сонымен ақталайын деп отқан жоқпын. Әрине, біздің де жұмыста да кем-кемшіліктер бар. Қоғамдық кеңестер не қылдық. Премьер-министр өзінің жанына республикалық штаб ашты. Бұрын қазір енді әр өңірде облыстың әкімі, болмаса қаланың әкімі жауап береді есірткі ахуалына. Олардың жауапкершілігін күшейтіп жатырмыз. Біз енді ішкі істер органдары үйлестіруші орган болып саналғандықтан, жаңа құқық қорғау үшін ұлттық қауіпсіздік комитеті бар, өздеріңіз естіп жатсыздар, бас прокуратура бар, басқа да білім, ғылым, дәрігер саласы бәріміз. Мысалы жаңа Мұрат ағамыз ренжіп жатыр, мен ол кісіде ешқандай неғып жатқан жоқпын. Маған мысалы ол осы форумға келгендіктен, осы полицияда қызмет еткен соң, біреу полиция туралы енді елдер әрине бізге негатив, позитив айтса да біз үйрендік оған. Бірақ біз әр кемшілікте өзімізді қабылдаймыз. Бірақ ана жерде адамдар күлгенге маған біртүрлі болдым. Мәселе ол мен одан емес. Ол министрға айтса айтсын, ол жерде мен артық ештеңе айтып жатқан жоқпын. Полиция алды да жібере салды. Түн түсінбеген адам бір полицияны алды да көшеде бүйтіп жібере салды деп ойлайды. Онда заңда жоқ болса, заңды мына кісілер жөндеп кезінде мысалы ол заң деген үнемі совершенствовать етіледі. Ол кешегі заң бүгінге жарамайды. Кеше біз қайдан білейік онлайн кошелек болатын? Қайдан білейік осындай заман технология, цифровизация өзгеріп кететін? Ертең тағы бірдеңке шығады, бүрсігүні тағы бірдеңке шығады. Оның бәрі әрқайсысы қоғамда заңмен реттеледі. Полиция үкіметтің құрамында ма? Біз жаңағыдай исполнительный орган дейміз, орындаушы органбыз. Заң берді, тәртіп бар, бәріне бірдей. Бұлар заң шығарушы, осында жаңағыдай өкіметтегі өмірдегі пробелдарды дер кезінде қабылдап, құрылыс болсын, ана үй құлап қалған жігіт күтпей өзгерістер енгізіп жатыр. Жаңа кезінде қызды алып қашу деген ол басқа мәселе болған. Ол кезде әдеп ғұрып болған. Қазіргі заманда басқаша. Енді ол кісі жарайды, енді депутат екен, сыйлаймыз, артық ештеңе айтып жатқан жоқпын. Бірақ дегенімен де жаңағыдай білемін енді бәрі сөз шебері, сөзге шешен екен. Бірақ олай екен деп, мысалы дәрігер болсын, бізге қарамаймыз. Ұстаз болсын, бәрін дәрежесін түсіре беруге болмайды. Ана Лукашенко өткенде дұрыс айтады. Ана ұстазды дәрежесін солай түсіріп тастаған. Ана любой оқушы алады да түсіреді. Кезінде мұғалім бізде орысатын болса тып-тыныш отыратынбыз. Қоғам тәрбиелейтін, мектепте мұғалім тәрбиелейтін. Қазір интернет тәрбиелейді. Ана мұғалімді алады да суретке, видеоға түсіреді, ата-анасы келеді. Әркім өз баласын алтын дейді. Ешқайсы ол баласын жаман деп айтпайды. Содан келеді де қорғайды. Одан кейін келіп жаңағыдай келіп айтады. Ондай болмайды. Мен ол жаңағы сіздер күлгенге мен мәселе оған не қылмаймын. Просто темадан кішкене кетпейін деп айтып жатырмын. Жалпы сөзіңізді тұра тұрыңыз, бөлген жоқпын. Оны айтып жатқаным мына халық болған соң бәрі түсінсін деп айтып жатырмын. Енді нақты есірткіге келетін болсақ, бұл бүгінгі таңда мен айттым 61 бала деген бұл тек жаңағы жасөспірімдер. Одан бөлек темір тордың ар жағында отырғаны 76% бірінші рет сотталғандар. 24% бұрын не қылғандар. Ол жерде 16 бала темір тордың ар жағында отыр. Заң 16 жастан бастап. Әрине біз түсінеміз, жаңа айтып жатыр, алдыда баланың тағдырын. Мысалы шетелде айтады, мынандай статистика бар екен, Біріккен ұлттар ұйымында 64 мемлекет кіреді. Бір мектепте пайда болған тұтынушы, ол 5-6 адамға ана жұқпалы ауру сияқты, ана червивый яблоко сияқты. Ол мысалы алма былайынан қасына тұрса, қасындағы плодты шірітіп жібереді, өнімді. Сол сияқты егер мектепте бір бала тұтынса, кешеден Инстаграмда жүр ғой, бір мектепте жаңа Хэллоуин деп Алматыда қаншама бала апарып, сол қасындағылардың бәрін жұқтырады. Сонда біз қайсысын қорғауымыз керек? Мына кішкентай шірікті ма жоқ, мына қалған қоғамды қорғауымыз керек қой. Мыналардың құқығын қорғағанмен, мыналардың құқығын кім қорғайды? Біз енді әрине түсінеміз, ол 16 жастағы бала, ол бірден емес, ол жерде ата-аналарында жауапкершілік керек. Одан бөлек, мысалы, тест каждый дон дегеніміз мынандай да неғып жатырмыз. Мысалы, кез келген ата-ана
үйге келгенде мен өткенде өзім сатып алып келдім де, үйге алып келдім де, ну-ка иди сюда деп. Покажите крупным планом, если возможно. Шақырып қойып, мысалы айтып жатырмын, тест каждый дом деген біз проект енгізіп жатырмыз. Мысалы бұл әр баланың биологический анализ дейді ғой, мысалы ол сөздің ұяты жоқ. Туалетте болсын, санузелға шақырып алып, ну-ка бір жаққа барып келдім ба, қыдырып, ішінде зәрінде мысалы есірткі бар ма жоқ па, өйткені ол заман дерті болып тұр. Біз жалғыз өзіміз бәленбай қоғамдағы мына пандемия сияқты жалғыз полиция не істейді бұл жерде? Сондықтан ата-аналардың жауапкершілігі, олар мектепке өткізіп қойған сияқты, неге балама қарамайсың деп отырады. Мектепке болсын, полицияға болсын, ол жерде бірге жұмыс істеу керек. Оның бәрі кешенді жоспар әзірленіп жатыр. Мемлекет басшысы бұл бағытты үнемі бақылауда ұстап отырады. Құрметті жаңағы бүгінгі жиынға рахмет сізге мына ұйымдастырған үшін. Бұл осындай площадка керек негізі. Өте дұрыс істедіңіз. Мен сізді қолдаймын. Спасибо. Спасибо, Бақытжан Қыдырбекович. Действительно, бұл жерде бұны айтатын нәрсе бар. Әрине, ана балаларды жалко. Оны бір отырған 17-18 жастағы балаларды, заң 16 жастан, бірақ ата-аналарға соны жеткізу керек. Тек балаларға емес, мектептерде ата-аналар жиналысына жеткізу керек. Олар қайдан біледі, түні жұмыста жүреді, кешкісін келген соң санузелге шақырып тексерсе тұтынатын болса, болмаса үйге қонбаса, қалтасында жаңағы закладчиктің зиблок пакеттер, изоленталар болса, ақшаны қайдан алдың деп. Бізде кезінде сұрайтын, ақшаны қайдан алдың деп. Қазір кезде бәрін қолдарында бір iPhone, әке-шешесі бақыламайды. Сондықтан сондай жұмыс жүргізу керек. 16 мыңнан астам профилактика іс-шара жүріп жатыр. Айтып отырмын, 16 ұйымдастырылған топ құрылды. 16 ұйымдастырылған топ. Оның ішінде мен сіздерге айтайын, 60 белсенді мүшесі, 16 лидерін қамадық. Үшеуі трансұлттық сипатта. Үлкен жаңағы шетелмен байланысты алып келіп жатқан қондырғылардың бәрін ұстадық. Мәселе тек оның последствиясын емес, алдын алу жұмыстарында жүргізу керек. Сондықтан кішкене ақты ақ, қараны қара деп айтсақ. Енді осы жерде ақты ақ, қараны қара десем, можно? Да. Қараңыз, мен былтырғы жылы, биылғы жылы Қазақстанды аралап жүрем. Түкпір-түкпірлеріне барам. Мен қандай мәселе көтерем, соны айтып жүремін ғой. Мысалға, жаңағы есірткі мәселесі бойынша, мына отдаленные население, населенный пункт, они знать ничего не знают. Я вам серьезно говорю, что это такое в телеграм-канал зарегистрироваться, допустим, чтобы найти работу, предлагают хорошую зарплату, потому что ауылда жоқ қой. Где они будут получать образование, мектеп бітіргеннен қайда барады олар, где они должны учиться? Районный центрда ма, областной центрда ма? Барлығы сосын Астана мен Алматыға келеді, үлкен қалалар. Бұл жерге келген кезде оның ата-аналары менің балам ел ордасына бара жатыр деп жібереді балаларын. Содан кейін сізге как ата-ана ретінде мысал үшін барлығын біліп, бірнеше жоғарғы білімі бар. Керемет мемлекеттік қызмет береді оларға, бұлқылдатып креслоға отырғызады. Бірақ ол жерде отырып олар біздің мына болашақ балаларымыз, өскелең ұрпақтың болашағының бөлінген ақшаларға қол салады. Коррупция, тонайды, ұрлайды. Өте жеңіл жаза. Өте жеңіл. Жаңа Хаменова, например, тойда жүр. Ал тура сол сияқты бізде өздеріңіз білесіздер, бізде жұмыс жасайды Салтанат ханым. Күйеуі түрмеде отыр, 3 жыл отырды. Қазір ол 3 кәмелетке толмаған 3 баламенен жалғыз ана мына жақта жүр. Сонда заң неге 2 стандарт жасайды? Ана кісі осознанно барды. Хаменова осознанно барды, жаңағы Абайдың памятнигін орнату үшін ол алды. Бірақ қазір тойға да жүруге рұқсат береді. Бізде 2 стандарт. Мемлекеттік тойтарыс жасап, переворот государственный жасаған адамды да спокойно. А неге 17 жастағы бала, который знать ничего не знал, ведать ничего не ведал. Қазір тіпті ненің әлемдік здравоохранениyaның сараптауы бойынша бұрын 25 жастан бастап жаңағы қатаяды деп айтады ғой жастар деп, да? Сұрақ қояйын, айтпай тұрғанда айтыңызшы, сұрақ. Қазір здесь просто, видите, компетенции не только Министерства внутренних дел, здесь и культуры, здесь и Министерство труда. У нас вот поэтому у нас нету никак вот взаимосвязи. Өзіңіз жүгірдіңіз, мысалы жаңа балаларды ертерек үкімет тарапынан заңға өзгерістер енгіздік. Әрине бұл дұрыс болмаса да, бірақ заңға өзгерістер енгіздік. Бұл кісілер жүгіргендіктен. Не только бұл кісілер жүргендіктен, оның алдында да бұл проблема тұрды. Мысалы, 1200-ден адам астам заң мартта өзгерді, 1 марттан. Содан кейін 1200 адам босап шықты. Оның ішінде бір 51 шақты волонтер ретінде тартылды.
Сіздер айттыңыздар, вот олардың бәрі ертең жаппай, мысалы біздің айтқан лекцияға, болмаса жаңағы ұстаздың айтқан лекциясына қарағанда, ана отырып шыққан бала бөліскенде жастар жақсы кіреді. Мен сізге айтайын да, мына Западтың проектісі бар, фокус деген, френд дос фокус, в центре внимания деген, равный равному дейді. Неге? Мысалы, мен айтсам, мына балаға ол түсінбейді. Мен өзім үйімдегі балам айтсам, кейде болады, мен де ата-анамын ғой, тыңдамайды, болады. Ал өзіне қатарлас, болмаса ағасын айтса, олар құлағын салып тұрып тыңдайды. Болмаса өздерінің кумирларын тыңдаса, керемет тыңдайды. Сол сияқты жаңа отырып келген жас бала, мысалы айтса, мен осылай отырдым, шатасып қалдым, аяғым жаңағы не қылып қалды, отырып келдім. Вот солардың лекцияларына бір-екеуін апардым да, аналар прямо үндемей отырып тыңдады. Да. Вот это соларды тартуымыз керек, волонтер ретінде. Вот френду это очень классный шаблон, не шаблон, а инструмент, чтобы так сделать. Мы это и предлагаем. Біз кезінде бізге де үлкен кісілер айтты, айта береді, что-то бүйтіп, я извиняюсь, это ашық алаң болсаң, кішкене форумға келсем, немножко стандарта хватайды. Да, конечно, я правоохранительный орган, полковник, үндемей отыруға да болады, тыныш. Но мына жерде халық болған соң халыққа түсіндіріп айту керек. Вот это вот жаңағы проекттерді біз кешен жоспарға енгіздік. Онымен одан бөлек жаңағыдай спайкинг дегенде мысалы напитоктеріне қосып жібереді. Жаңағы есірткіні, оны да заңда жауапкершілік, оны да енгіздік. Одан кейін мына халықтарға SMS хабарлама арқылы түсетін ата-аналарына, балаларына жаңағы бұл жерде бар ғой, былайша айтқанда бар ғой, идеология жағы жалғыз ішкі істер министрлігі емес, жаңағы бұқаралық ақпарат құралдары министрлігі культура информация айтты ғой, неге ауылға жеткізбейді? Біз енді олар үшін бәрі үшін жұмыс істемейміз ғой. Сондықтан кешенді жоспар әзірледік. Ол жерде әр мемлекеттік орган бар, олардың бәрі жеткізу керек қой халыққа. Біз осындай площадкаларда біз ғана шықпауымыз керек. Әрине біз заң жағынан, мысалы денсаулық сақтау органдары, оларға қазір заңмен жазып жатырмыз, как социально значимое заболевание, наркомания, болезнь, ауру ретінде. Мектептегі арнайы сабақтарға қосымша дисциплина ретінде лудомания болсын, жаңағы ақшамен финансовый мошенничество болсын, грамотностьны, осының бәрін киберпространствоға кетіп қалды, қылмыстың бәрі. Бұрынғыдай анда көшеде тұрған заттарды ұрламайды, елдің бәрін электрон ақшаларын ұрлайды, болмаса Каспийіне кіреді, болмаса алаяқтар звондайды. Сондай жағынан жалғыз біз емес, бұқаралық ақпарат құралдары жұмыс істеу керек. Олардың арнайы медиа жоспары болу керек. Оларға да біз қазір айтып жатырмыз. Осындай медиа жоспар. Тек қана қарап отырмау керек. Ел боламын сен бесігіңіз өтеді. Халық көп жабылып істемесек, әрине полицияны кірғыла салуға да оңай. Біреуді кінәлі іздемей, выход іздеу керек. Бахтияр Кадырбекович, подождите, вас сложно очень перебивать, тем более представитель Министерства внутренних дел, но в действительности на правах модератора я бы хотел, у нас здесь еще есть спикеры, у нас есть представители коллегии адвокатов, юрист и адвокат. Давайте посмотрим, как на практике, выслушаем, как это все происходит. Пожалуйста, Раван Батырбекова, вам слово. Микрофон себе возьмите. Вы не представили, еще Да, присоединилась. у нас присоединилась к нам еще юрист коллегии адвокатов Куандыкова Гульнара. Спасибо, что пришли. Сейчас мы вам предоставим слово. Все, кто вовремя пришел, пожалуйста. Енді бұл жерде айтып отырған жаңа полиция өкілінің қызметкерінің негізде сөзімен қосыламын. Былайша айтқанда бұл дертпен қоғам болып барлығымыз да күресуіміз керек. Тек қана полицияның мойнына жүктеп қана өзіміз жаңа мұғалім кінәлі, анау кінәлі деуге болмайды. Сондықтан бұл нені қоғам болып, яғни құқықтық адамдардың құқықтық мәдениетінің құқықтық сауаттылығын арттырған кезде бұған біз уже қырын қарап жаңағы әртүрлі заманауи жаңа техникалармен күресуіміз керек. Қазіргі күнде барлық қылмыстардың барлығына телеграм арқылы жасалады. Ол телеграм арқылы жасалған қылмыстарды полицияның оның жаңағы бұғаттауға несі көбіне күші жете бермейді. Оны әрбір ата-ана, әрбір өзінің баласына ие болып қарап отырса, сол кезде қоғам бұл дертпен күресуге көп жаңағы үлестерін қосар еді. Сондықтан бұл жерде тек қана бір полицияның мойнына артпайық, ол нені. Өйткені барлығымызда жауаптымыз, өйткені барлықтарымызда баламыз бар. Гульнар ханым, а ваше мнение вот по вообще сегодняшней теме? Можете микрофон передвинуть? Хотелось тоже выслушать представителей юристов, как вообще происходит на практике. На какую тему здесь просто были? Мы дискутируем про наркотики, про профилактику наркомании, наркоправонарушений. Чисто по профилактике. Мурат Абинов немножко свою деятельность рассказал, поэтому похищение человека и так далее отошли от темы. На самом деле тема сегодняшней мероприятия. Я считаю, да, вот как Гульке сказала, да, вот поначалу, что вот попадаются разные, да, именно несовершеннолетние дети в эту среду, потому что действительно хотят где-то помочь родителям, да, это в первую очередь. Хотят там айфоны крутые, хотят хорошо жить, это в первую очередь.
Многие не родителям хотят помогать. Нет, ну в основном есть. Да. Были же такие случаи, да, Гулике, скажите, вот, приходили Да, вот в общественную организацию жестокие, Да, это да, при да. мне сейчас было, как раз у нас был круглый стол, и там, получается, пришла мама, она жила одна, растила сына, и действительно сейчас в настоящий момент сын как бы за решеткой, да, можно так сказать. Единственный сын. Единственный сын. Он помогал маме. И сейчас, если взять вот эту тему про несовершеннолетних, они действительно хотят... Нет, проходите. Өтпейтіңіз. Они хотят помочь маме и хотят тоже жить хорошо, как и другие. Потому что смотрят на своих сверстников, кто как одевается, кто-то есть уже на машинах. И действительно хотят тоже жить хорошо. Успешный успех. Успешно, да, быть. И самый простой способ, как бы вот попадают в эту среду наркотики, закладки, это в первую очередь, да, как бы. Это легкие как бы деньги. Но если так рассмотреть, вот действительно нужно, я думаю, изменить. Если первый раз попался там по незнанке, смягчить данную статью. Ну тогда для всех как мы смягчим? Нет, Это ну же не закон то, что же. для всех. Вот, например, Нет. первое там взять, например, один раз, да, вот, например, попался человек, А вот смотрите, несовершеннолетний. 76%, да? Вот в местах лишения свободы, да? Давайте в формате диалога чуть-чуть перейдем, потому что, чтобы не забыть, раз вы эту тему затронули, вот в местах лишения свободы на сегодняшний день в Казахстане содержится 8,5 тысяч. Вот 8 жарым адам. Он пайызы 10%, 3800, плюс-минус там меняется эта статистика, это за наркопреступление. Я вот недавно для себя начал это внимательно смотреть, кто у нас вообще сидит за решеткой. Из них 76% первоходки, в кавычках слово первоходки на языке уголовно-исполнительной системы. Это, ну тогда всех их, тогда, знаете, они, те, кто их заманивает, они, многие не в Казахстане сидят. Они, естественно, мы с OLX, Telegram, со всеми Мета и так далее, договора заключили. Недавно Дуров сам приезжал. Мы тоже с ними их блокируем. 26 тысяч сайтов заблокировали. Направили на блокирование. Они как грибы после дождя точку забитую менять, заново что-то создают. Это интернет-магазины. Но факт то, что, смотрите, да, вот их, ладно, если мы вот этих освободим, они идут, это преступление, идет такое умышленное, это не случайное убийство, это не ДТП случайно, это идет в основном туда умышленно, снимает на фото, видео свои данные, потом только их берут в качестве сперва закладчика, потом в качестве курьера, потом в качестве фасовщика, иерархия идет. Кладмен, у них своя иерархия целая, и вот, допустим, если мы сейчас их отпустим, да, хорошо, давай, допустим, мы этот 76%, сколько там, 2800, отпустим. Но вот завтра они повторно пойдут. Завтра они будут, ничего, они специально вот вовлекают молодежь. Вовлекают молодежь. Вот буквально на днях было восстание случай. Буквально на днях. На днях. Я утром смотрю сводку, а там дядя, получается, а мать рядом была, третий класс, ученик, третий, уголовный проступок. Как только полиция остановила, он что-то искал под деревом. Как только патрульная полиция под утро подъехала, остановила, он взял сигареты, она калтасына салған, понимая, что ему ответственности не будет, третий класс. А тот сидит вот так, и полиция увидела, что вот так вот сидит, что-то прижал. Мефедрон. Маленький, он третий классик, откуда знает? А он, видите, дядька какой родной, взял ему в карман, чтобы ответственности избежать. И тут мать, оказывается, сзади сидит мама, начинаем выяснять, тот никакой отказывается, а у ребенка, вот, понимаете, именно преступники используют то, что у детей не сформирована психологическая личность. То есть они в этом возрасте 17, 18 лет, 16 лет. Раньше мы говорили, помните, переходный возраст 15-16. Сейчас оно вообще помолодело. 13-12 лет стало переходный возраст. Я дома своего ребенка младшего смотрю, у них психология другая уже, у детей. А вот именно вот этим преступники и пользуются. Они знают, что у взрослых людей сформированная личность, их тяжело. А вот именно молодежь старается Вот вовлечь. я говорю, что... А их всех отпускать, мы, да, с ними профилактику проводим. Сейчас начнут они больше... Некоторые вот есть, которые повторно пошли. Пошли на это повторно, потому что ими управляет легкий заработок. На сегодняшний день до того все распиарено, что нужно красиво жить, нужно иметь хороший телефон. Люди не думают о других ценностях, моральных,
Нужна здесь идеология государственная, хорошая идеология нужна. Когда была хорошая советская идеология, многие на такое не шли. Идеология какая? Родители днем и ночью заняты, хотят хороший коттедж, хотят хорошую машину, и у них идеология в погоне за деньгами, они в воспитании детей на второй план отошли. Вот надо ответственность родителей тоже повышать надо, чтобы каждый родитель понимал, отвечал. Общая ответственность, я еще раз говорю, 10 МРП, это что такое? Он айлық көрсеткіш. От тенге. Лучше пусть у него будет вплоть до ареста, лишь чтобы родитель понимал, что завтра, если его ребенок допустит, что за него понесет пару показательных примеров, чтобы другие поняли. Мы же все-таки людей научили пристегнуться, научили не харкаться, не плеваться. Потихонечку научим. Надо воспитать самосознание, правосознание. Но за это время мы почти что полстраны посадим. Полстраны детей. Посадим? Нет, я считаю так, что вы с вашей стороны, как другие- должна быть хорошая профилактика, это прежде всего. Вот как вы Да, сами информирование. сказали, что 17-16 лет, еще мозг не так думает, да, не так сформирован. Так, вы сами это сказали, Да, я так правильно? сказал. Вот. Если дальше уже говорить об этом, что, соответственно, ребенок уже не знает, что он вообще творит. Потому что тот же, как Кладман, у них все свои роли распределены. Вы также это знаете, да? Да. Основной где-то там сидит в России или там вообще за границей. И теперь он дает команды, каждый свои роли имеет. Вот этот закладчик, он же сам уже основной. Ловите-то вы его, попадает почему вы он. думаете- А почему вы думаете, что только закладчиков ловим? Я извиняюсь, я здесь не согласен. Смотрите, я вам еще раз говорю. В первую очередь вы ловите Мы закладчика. просто, Подождите, разрешите, я вам поясню. Если я говорю про закладчика, это не значит, что мы только закладчиков. Знаете, что такое 12 нарколабораторий по производству только синтетики, а 93%. Сколько в этом году разрешите, я вам скажу. вы хлопнули лабораторию? Вот я вам как раз скажу. Еще раз, если вы не знаете, что такое, я вам поясню вот здесь. Я знаю, что... Всего 93 я фитолаборатории не считаю. Я говорю, по производству, крупное производство синтетических наркотиков, 12 нарколабораторий мы ликвидировали В этом году? в этом году. Изъяли 1 тонну 140 килограмм синтетики. 1 тонну, в 1 грамме 3 дозы. 1,40 это с 1000 спасенных жизней. Я не говорю, ликвидировали ОПГ 16, 3 транснациональных. Кроме этого, 32 администратора магазина, 750 участников, там Кладман, вот таких все мы задержали. Это мы просто разговор стоит вокруг закладчика. Это не то, что мы закладчика поймали, а верхушка сидят. Нет. Оттуда идет, пищевая вообще в целом пирамида вот такая идет. Не может быть один закладчик и 20 лабораторий. Наоборот, она вот такая, любая пирамида власти, президент один, и вот так идет. Или там министр один, остальные вот так вот. Поэтому верхушку, всю пирамиду, верхушку мы задерживаем и на этом не останавливаемся. А профмероприятий 16 тысяч только провели, 7 тысяч лекций в школах, 3000 в вузах. Работа проводится. Помимо этого, в каждом школе мы последствия, вот, допустим, я лично требую, когда любой несовершеннолетний попадает, я прямо дохожу до того, чтобы районные подразделения завуча наказали, родители наказали. Показательно это об этом, вот каждого вот по списочно, в каком, это сколько школьников. 40 колледжей, 11 школьников, 2 высшие учебные заведения из несовершеннолетних, и 7 это нигде не работающие. По нигде не работающим это отдельная категория. Это не то, что статистика, это живая работа, которую мы и постоянно проводим, и на этом не останавливаемся. Просто вопрос не в том, что надо, видите, когда вот сам человек непосредственно этим не занимается. Можно кажется, перебить, что... задать вопрос? Хорошо. Смотрите, сами говорите, даже безработные, работы нету. Бәрі келіп неге тіреліп жатыр? Әлеуметтік халықтың жағдайы төмендеп кетті. Өте төмендеп кетті. Бүгін негізінде біз 2 тақырып талқылауымыз керек болатын. Сіздерге рахмет, келдіңіздер. АФМ келеміз деді, подтвердились, келген жоқ. Бұл жерде барлық адамдар, мысалға, жаңағы телеграм канал болады. Сосын қалай екенін мен түсінбеймін. Біраз уақытқа дейін жарнаманы жасап, адамдардың бәрі кіреді, ақшаларын алып келеді. Содан кейін қарап отырады. Тура сол ақшаның біраз қомақты ақша жиналады, миллиард, 30-40 миллиардқа барған кезде, сол кезде барлығы білікті мамандар болып келе қалады да, жауып тастайды. Ана қарапайым халықтың ақшасы, мына жерде отырған адамдардың да қыруар ақшасының бәрі қалады. Кеше Назира Голд кетті, 10 жылға. Сол сияқты кетті. Енді халық өз ақшасын алу үшін өздерінің ақшаларын. Олар жүру керек қаншама уақыт, біз қосыламыз, адвокаттар қосылады. Жаңағы закладкада да солай.
ол оқығысы келеді, білім алғысы келеді. Сіздер мысалға осы мәселе туралы қандай жұмыстар жүргізіледі? Біз сіздерге жау емеспіз, сіздер бізге жау болмауларыңыз керек. Жоқ, Біз мысалға есікті шынымен де қағамыз. жау көріп отқан, наоборот, көмектесіңіздер бізге. Жоқ, біз сізге, менің номерім бар сізде. Сіз мысалға любой момент хабарласып айтатын болсаңыз, жаңағы айтқандағындай бізде шығып жатыр ғой. Шолпан ханымның баласы да шықты. Біз ұсынайық, қалалық кеңеске ұсынайық. Осыдан 2 күн бұрын қалалық кеңесте Төлебаев мырза, начальник ДП генерал жиын өткізді. Қасымда Айтим отырды. Айтим Жакупов білесіздер ғой, салмақпен жұмыс істейді. Мен оған ұсыныс енгіздім. Қарасаңыздар, телеграммында көрсетейін. Қасымда отырды, айттым, сіздің жаңағы передачаңызды даже мен балаларым жақсы көреді екен. Мен үйге чатқа жіберсем, айттым деп бәрі айтып отыр да, мысалы. Балаларым, мен айттым Жакупов, сіздің жаңағы қоғамда елдің бәрі сіздің ауылда да қарап отырды. Мынау 220 килограмм болып келіп еді, арықтапты 100 килограмм болыпты деп. Сол сияқты, давайте проект запустите по больным. 4-5 ауру болып келген адамды совместно с психическим центром шыққан кезде здоровый адам болып қатарға қостық деп. Бақытжан мырза, пожалуйста, сондай проект помогите деп айттым. Мысалы, ұсыныс. Бақытжан мырза, ол кісілердің бәрін жұлдыз жасайтын сіздер ғой. Жоғарғы жақтағылар сол кісіде жұлдыз жасайды, жаңағы не түсіретін, вайн түсіретіндердің барлығын жұлдыз жасайтын сіздер. У кого больше миллиона подписчиков болды, оны апарасыздардағы, ал біздің жасап жатқан да, вот шахтерский жұмысымызды, мына адвокаттардың тегін кеңес береді бұл кісілер. Тегіннен кеңес береді. Олармен сіздермен біздің арамыз үлкен не забор тұрады. А сіздің қасыңызда Айтым отырады. Неге мен отырмаймын? Отырғызбайсыздар. Нет, оны жоқ, айтыңызшы. Бақытжан мырза, шындықты айтайықшы. Не надо. Бақытжан мырза, сіз 5 саусақтай білесіз ғой. 5 саусақтай білесіз. Сіз өткенде айттыңыз, сіздің өзіңіздің ұйымдастырған, сіз ұйымдастырған дөңгелек үстелде мәжіліс депутаттары келіп, 2 мәжіліс депутаты келіп, біз сол жерде шыңғырып отырып жеткіздік қой. Бақытжан мырза, сіздің қасыңызда адамдарды арықтататын, ана әкесіменен кешке шейін күлкілі болып жүретін, сондай адамдар жинап алдыңыздар, вайнерларды. Ал неге міне тірі кейс адамдар, мына кісілер жанын беруге дайын. Біз университеттерге барғанда мен Нұртаяға тұрып, көзіне жас алып еркек адам 2-ақ минут сөйледі. Сол аудиториядан 70 адам бізбен бірге барған психолог, аддиктологқа шықты да барлық шындықты айтты. Что их, оказывается, вербовали, что их пугали, что их заманивали. Мне таза, мен осын сколько вам бьюсь, но тишина в ответ. Сіздер сразу сіз сөз бермейсіз, мен білем. Зырылдатып айтып шығасыз барлығын. Биылғы статистиканы айтыңызшы. Біз сізге айттық қой, дайте нам статистику осы синтетический наркотиктан қазір тура мына жаңағы түрмеде отырған балалар сияқты отырған жаңағы клиникалардағы сол жердегі адамдарды беріңізші. Жоқ, енді тыңдаңыз, мен айтайын, сөзіңізді бөлмедім ғой. Жаңа мен сізге мәселе айтымды, мен ол пример ретінде көрсеттім. Мәселе олардың подписчигіне қарап атқан ешкім жоқ. Кез келген адамды біз өткенде ұйымдастырған, жаңағы куиста ұйымдастырған өзім айттым, шақыру керек. Сіздің обращениеңіз көрдім, мына кісілерді шақырып сөйлесу керек дедім. Өзім ұйымдастырдым. Әлі де мен мысалы Астанадағы площадкаға айтып кеттім, неге сіздер басқа адамдардың қоғамда жаңағы кеңестеріңізге қоспайсыздар деп айтып кеттім. Осыдан 2 күн бұрын өткізді, мен басқа начальник бойынша ескерту ретінде айтып кеттім. Басқа да адамдар неге қоспайсыздар? Басқа да біз әлі де дөңгелек үстелдер өткіземіз, қосымша талқылаймыз, ешкім одан қашпайды. Мен жеке өз басым қашпаймын. Өткенде өздерін шақырдым. Біз ол халықты кім үшін жасап жатырмыз оны? Сіз қоғамға жасамады, кім үшін жасап жатырмыз? Мен үшін жеке басыма керек емес. Менде балаларым бар. Ешкім кепіл емес. Жоқ, шақырайық, қосайық жаңағы кеңеске. Мен айтайын, кеңеске қосайын. Мына ішкі істер министрлігінің аясындағы құрылған кеңестің мүшелерін айтып бере аласыз ба? Оның ішінде Динара Саджан. Да, понятно, почему, я понял. Вот смотрите, на правах модератора скажу, почему здесь вы только на МВД вот спрашиваете, но на самом деле здесь же еще информация должна быть, профилактика должна быть, информирование, поэтому блогеров зовут, поэтому вот проводится такая не только исполнительная, так скажем. Ну вы прям как модератор сами, как личный человек, скажите, пожалуйста, что аудитория Динара Саджан
аудитория, да, ее, они потенциальные закладчики или А те, которые могут завтра попасть туда? Ну, не прям именно ее аудитория, но это тоже Ну, а граждане кто? Казахстана. Ну кто? Не, а почему? Я не видела они ни зовут разу не у из-за нее этого. на странице, вот как Секундочку. Мурат Абенов, да, работает. Я его страницу читаю постоянно, потому что он, если берется, он это дело доводит до Их конца. зовут не для этого, Вот, чтобы да. их как бы группа. Это, да, у нее есть общественность, у нее есть... Здесь каких-либо, я извиняюсь, кешірім өтінемін. Мы у нас, сейчас, Чтоб я секундочку. здесь Давайте вопрос закрою потом. буквально 3 минуты, и мы завершаем эту часть и переходим к вопросам. и Можно ответам. здесь завершу насчет то, что состав совета, да, смотрите, это дело не в том, что там Динара Сатжан басқа, мәселе әр өңірлерде біз осындай кеңес бұрын болмаған жаңадан ашқызып, қоғамдық кеңес әрине осы есірткі құқық бұзушылығына ғана байланысты қосымша кеңес ашқыздық. Ішіне кірем деушілер болса, Астана қаласына болсын енгіземіз. Одан жақсы не қылатындар болса, республикаға енгіземіз. Біз одан қашып тұрған жоқпыз. Ол жерде алдыңғы бірінші Жақсы, шыққан жаман кім ажыратады? құрамды мен ол жерде подбирать етіп лично өзім санаған жоқ, мен кейіннен келіп қосылдым, бірақ құрам қосылға жаңағы құрылған екен. Оның ішінде жаңа белгілі не только блогерлар, белгілі осы медиа тұлғалар аудиториясы бар, елдер тыңдайтындар, қоғам тыңдау үшін. Ол бір жеке бір өзімізге керек үшін бір неге жинап алған жоқпыз. Әлі де кіремдеушілер болады. Ішінде белсенді емес бір екеуін алып тастадық. Құр кіріп алып қарап отыратын керек емес, бізге жұмыс істейтін адам керек. Иә, оның орнына алмастырып білетін адамдарды шақырамыз, біз одан қашпаймыз. Жоқ, оған өту үшін сен алдымен анда бар, одан мында бар, содан кейін барып Жоқ, бұл кісілердің олай балалары егер де мені көріп, мына кісі қызық екен десе, әйтеуір бір министрдің балалары көріп, мына кісінің блогын көреміз дейтін болса, мен тоже блог жүргіземін. Содан кейін ғана барып өтуіміз мүмкін. Хотя біз халықпен етене Динара Сатжан болсын, Айтын болсын, кім болсын, олар Астанадан басқа жерге шыққан көрген жоқпыз. Мен әр ауылға барамын. Әрбір ауылға барып, сол жердегі адамдардың проблемасын өзіммен естіп кетем. Қазір енді мына халықтың уақытын алмай, ондай екеуміз телефоным бар, сізде телефон бар, жеке байланысқа шығыңыз, пожалуйста, кіргізейін, ол жерде тұрған түк жоқ.